Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бұл видеода бөдене жұмыртқасының адам ағзасына тигізер емдік қасиеттерін білетін боласыздар. Құрметті оқырмандар, қазақша арнаға қолдау білдіріңіздер. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы әрекеттеріңіз бізге үлкен қуаныш және шабыт сыйлайды. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бөдене жұмыртқасы жайлы сіз естіп білмеген ақпарат болады деп сенемін. Бөдене жұмыртқасының қандай пайдасы бар? Бөдене жұмыртқасы өте бағалы диеталық өнім болып табылады. Әрдайым 4-5 жұмыртқа жеп отырсаңыз, бұлшықет жүйесі мен сүйектер қатаяды, қан қысымы төмендейді, жүрек, бүйрек, өкпе, асқазан ауруларын емдеуге көмектеседі. Ағзадағы радионуклеидті тұздар мен ауыр металдарды шығарады. Бөдененің 5 жұмыртқасы тауықтың 1 жұмыртқасының салмағымен тең болса, оның құрамындағы калий мен фосфор тауық жұмыртқасындағыдан 5 есе көп екен, ал темір 4,5 есе, В және В12 витаминдері 6 есе көп кездеседі. Сондай-ақ олардың құрамындағы кальций, мыс, кобальт және түрлі амин қышқылдары тауық жұмыртқасындағыдан гөрі әлде қайда жоғары болып табылады. Құрамы осындай азықпен жүйелі қоректенген адамның әртүрлі ауру сырқауға қарсы тұрар дәрмені артып, жүрек қан тамырлар жүйесі мен ас қорыту мүшелерінің жұмысы жақсарады. Бөдене жұмыртқасынан дайындалған тағамды тұтынатын адамдарда радиациялық аурулар жеңіл түрде болатыны дәлелденген. Бөдене жұмыртқаларының емдік қасиеттері ертеден белгілі. Оларды демікпе, созылмалы өкпе ауруын, туберкулезді, созылмалы гастрит, асқазан ауруын, өт іріктелетін қалта ауруы мен өт жолдарын, жүрек, қан тамырларының жетіспеушілігін, рахит, қаназдық, сәуле ауруларын емдеуде қолданады. Бөдене жұмыртқасының құрамына кіретін тирозин амин қышқылы косметика саласында таптырмайды және адам бетінен түсін жақсартады. Шетелдік биоөндіріс саласында бөдене жұмыртқасының негізінде әртүрлі маскалар мен кремдер шығарылады. Бөденелердің басты артықшылығы олардың кішігірім шұбар ала түрлі түсті жұмыртқалары. Олар витаминдер мен амин қышқылдарына өте бай, гипоаллергенді. Бөдене жұмыртқаларын жүйелі пайдалану ағзаның әртүрлі ауруларға, оның ішінде туберкулезге қарсы күресуін жоғарылатады. Оларды шикі күйінде пайдалану кезінде Чернобыль апатынан сәулелі ауруға ұшыраған балаларға көмектескені тарихта кездеседі. Бөдене жұмыртқасын қалай пайдаланған дұрыс? Бөдененің қалыпты дене қызуы 42 градус болғандықтан, оның сальмонеллез, құс тұмауы сияқты жұқпалы дерттерге қарсы тұру қабілеті күшті. Сол себепті оның жұмыртқасын шикідей жұту өте пайдалы. Дала құсының өнімін қай елдер халық медицинасында қолданады? Жапония мен Қытайда бірнеше ғасырдан бері бөдененің еті мен жұмыртқасын халық медицинасында пайдаланып келеді. Бөдене жұмыртқасы қандай ауруларға ем? Қаназдық анемияға, бас ауруына, демікпе мен туберкулезге, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттеуге, суық тию мен тұмауға, асқазан, ішек ауруларына, әсіресе асқазан жарасы мен гастритке дала құсының жұмыртқасы таптырмас ем болып табылады. Бөдене туралы тарихи деректер. Тарихи деректерде бөдене жайында талай қызықтар жазылған. Бөдене жалпы тауық тәрізділер отряды қырғауыл тұқымдастарына жататын құс болып табылады. Қазақстанда шөл дала мен биіктігі 3000 метрден асатын биік таулардан басқа жерлердің бәрінде ұялайды. Bir қатары республикамыздың қиыр солтүстігінде қыстапта қалады. Дене тұрқы 20 сантиметрдей, салмағы 80-150 грамм шамасында. Ақшыл жолақты кішкене сұр құс, мекиеннің тамағында ақ, жемсауы мен көкірегі теңбіл болады. Бөдене жылқысы, соның ішінде түнде қоныс аударатын жалғыз бір түрі.
Бөдене ұялайтын жеріне көктемде ұшып келеді де қыстау үшін оңтүстік Азия мен Африкаға ұшып кетеді. Далада, шабындықта, егістікте жерді шұңқырлап, құрғақ шөп төсейді де 7-ден 20-ға дейін шұбар жұмыртқа салады. Оны мекиені 15-тен 17 күнге дейін басады. Бөдене өсімдік тұқымымен және өркенімен, кейде жәндіктермен қоректенеді. Сіз білесіз бе, Жапонияда әрбір бала күніне 2 бөдене жұмыртқасын жейді. Ресей президенті Владимир Путин де оны күн сайын шикілей ішетін көрінеді. Ал тарихқа көз жүгіртсек, Шыңғыс ханның өзі жаралы жауынгерлеріне жұдырықтай ғана бөдененің жұмыртқасын ішкізіп аяққа тұрғызған екен. Бөдененің еті де, жұмыртқасы да мың түрлі дертке дауа, шипа болып табылады. Адамның ойлау қабілетін арттырып, ағзаны түрлі жұқпалы аурулардан қорғайды. Ал дәмі тіл үйіреді, әрі тойымды болып келеді. Дәлірек айтсақ, кәдімгі тауық жұмыртқасына қарағанда 1 грамм бөдене жұмыртқасы құрамында А және Д дәрумендері 2 есе көп кездеседі. В тобындағы дәрумендер де анағұрлым, яғни 6 есе, фосфор, калий және темір 4-5 есе жоғары болып табылады. Бөдене жұмыртқасының емдік қасиеті. Мамандар бөдене жұмыртқасын әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береді. Себебі бұл өнімнің адамның иммунитетін көтеріп, сергітетін қуаты мол. Нақтыласақ, бөдене жұмыртқасы мынадай ауруларға таптырмас ем болып табылады. Бас ауруы, демікпе мен туберкулезге, қан қысымын көтеріліп және түсіп кетуін реттейді. Баланың есте сақтау қабілетін арттырады. Диета кезінде арықтауға, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. Адамды жасартатын қасиетке ие. Бөдене жұмыртқасының құрамына кіретін тирозин амин қышқылы косметика саласында да өте кеңінен пайдаланылады. Сонымен қатар, жұмыртқаның ашылған қабыршағын тастамай жуып, газ немесе әсел пешінде сәл кептіріп, кофе ұнтақтаушыдан өткізуге болатындығын қолданғандар айтуда. Олар дайындалған ұнтақты ірімшік, айран, тамаққа, болмаса суға 1 шай қасықтан қосып ішуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында 90% кальций мен 27 микроэлементтер бар. Ал зерттеулерге сүйенсек, дәріханаларда сатылатын кальцийлерге қарағанда бөдене жұмыртқасы қабығындағы кальций адам ағзасына өте сіңімді. Бұдан басқа, ол ағзаға аса қажет мыс, фтор, күкірт, кремний, мырышқа өте бай болып келеді. Сондықтан ұсақталған жұмыртқа қабығын балалар мен жүкті келіншектерге ұсынған абзал болып келеді. Ағзадағы кальцийдің молайып, сүйектердің қатаюына игі ықпалын тигізеді. Тістердің маржандай түзіліп, бүлінбеуіне де әсер етеді. Жапондықтардан үлгі алсақ, экологиясы нашар аймақтың тұрғындары үшін бөдененің жұмыртқасы өте пайдалы екен. Бөдене туралы еліміздегі алғашқы ғылыми зерттеу жұмысының авторы, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің докторанты Мұхтар Байбатчановтың айтуынша, Чернобыль апатынан кейін ғалымдар апат аймағында радиациядан жапа шеккен балаларды бір орталыққа жинап тәжірибе жүргізеді. Бір топтың балаларына 1 ай бойына бөдененің жұмыртқасын шикілей ішкізсе, екінші топтағы балаларға жұмыртқа бермейді. 1 айдан соң жұмыртқа ішкен балалардың ағзасын тексергенде, ғалымдар бөдене жұмыртқасы радиацияны ыдырататыны анықтаған. Және де мұрындарының қанауы, бас айналулары тоқтап, қандағы гемоглобиндері көбейген. Осыдан кейін көпшілік бөдене жұмыртқасын жаппай тұтына бастады. Достар, егер бұл видео сізге пайдалы болса, достарыңызға және жақындарыңызға жіберулеріңізге болады. Және қазақша арнаға қолдау білдіріп, арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазақша арнаға қолдау білдіріңіздер.